сәлеметсіздер ме? Бүгін өте жұмсақ болып пісетін, үйдегі бар заттармен дайындалатын пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 1 стакан қантымызды салып екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Енді үстіне айранымызды құйып араластырамыз. Мына жерде 400 граммдай айран. Екеуін бірге тағы да араластырамыз. Араластырып алып, үстінен жарты стакандай сұйық майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді ұнымызға міндетті түрде қопсытқышымызды араластырып алып, сосын барып массамызға салып араластыратын боламыз. Осылайынан бөліп ұнымызды салып, бір келгі масса болғанша араластырып аламыз. Массамыз дайын болды. Өзіңіз қалауыңызша безендіруге болады. Мысалы, жаңғақ, мейіз, тағы да басқа заттарды қосып, осылайынан араластырып аласыз. Менде мак бар еді, осыны салып араластырып алдым. Және де үстіне кішкене шоколадтарды үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп, пешкамызға салып пісіріп алдық. Міне, пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты.